Отбасы мәні. 21 ғасырда Фрейдтің рахаттану принципі отбасы институтын топалан тигендей қирата бастады. Еркіндік, рахат өмір, бойдақ дәурен, таусылмас құмарлық идеялар алға шықты. Нигилизм қазақтың жаңа типін жасады. Отбасын құру, үйлену, ұрпақ тәрбиелеу үрдісі еркіндікті шектейтін ескіліктің қалдығы саналды. Отбасы не үшін керек? Үйленбей жүре берсек те болады. Бастысы, ешкімге зияным жоқ, өз кайфым өзімде деген ұстаным ортақ үлгіге айналды. Осындай пікірмен бойдақ салтын ақтауға тырысты. Бір қарағанда бұл түсінік жөн сияқты. Ерте үйленіп артынша ажырасқан абыройсыз адамнан проблемасыз бойдақ артық көрінеді. Алимент төлемей қашып жүрген жоқ. Ажырасып біреудің тағдырын ойрандамады. Өзімен өзі еш қиянатсыз тіршілік етіп жатыр. Есіңізде ме? Әу баста адамды айуаннан даралап тұратын қасиеттерді баяндадық. Жан-жануар да, адам да инстинктпен өмір сүреді. Бірақ жауапкершілік арқалағанда адамның дәрежесі айуаннан ерекшеленеді. Байқасаңыз, айуанның өмірі рахатқа құрылған. Іштегі инстинкт қай жерде қорек, қай жерде күйлеген ам барын сездіріп тұрады. Қауіп қатер төнсе, қашуға сигнал береді. Қайғы қасіреттен мән көрмейді. Үйіріне қосылып, соның ығымен жүре береді. Еркіндігі болмайды. Мақсат мұратқа ұмтылмайды. Адамда инстинктке қарсы тұратын еркіндік бар. Бұл туа бітті априори феномен, бірақ өте нәзік ұғым. Дұрыс түсіне алмаса, адам оны құмарлықтың қойнына жығып береді. Сөз жоқ, ер мен әйел сексуалды рахатқа мұқтаж. Ар-ұят осы рахатты адал жолмен алуды ұсынады. Оның адал жолмен келгенін салт дәстүр айғақтайды. Құдаласу, қыз ұзату, беташар, неке қию, той жасау арқылы елді куә қылады. Бұдан соң жар төсегіндегі рахат сезімге ешкім айып тақпауы тиіс. Ар-ождан да жүректі мазаламайды. Салт дәстүрдің мәні осы болатын. Рахаттану принципі еркіндікті басқа сипатта насихаттап еді, функциясы дереу өзгерді. Жауапсыз типтер еркіндікті дәстүрге қарсы қолданды. Ол қисынға салсақ, салт дәстүр адам еркіндігін шырмап тұр. Ғұрыптан неғұрлым алшақ кетсем, соғұрлым еркін адаммын деп түсінді. Рахатты адал жолмен алсанда, арам жолмен алсанда айырмасы жоқ. Бастысы өзіне ұнаған өмірді қиянатсыз сүр деп насихаттады. Франкл бұған қарсы бүй деді. Еркіндік адамға жауапкершілік арқалау үшін берілген. Оны арқалаудан бас тартқанда еркіндік нығметі қолдан кетеді. Пенде шіркін құмарлықтың құрығына түседі. Енді ол жануар сияқты бейсаналы түрде инстинктің нұсқауымен жүреді. Ойы таяз, санасы төмен бозбалаға еркіндіктің бүкіл нығметін осылар көріп жатқандай сезіледі. Шындығында еркіндіктің рахатын ар алдында жауапкершілік арқалаған нағыз қаһармандар ғана көреді. Еркіндіктің адамға берер шынайы шаттық сезімін де солар ғана тата алады. Енді бір сұрақ қояйық. Отбасында күйеуін сылап, сипап, жағдайын жасап отырған әйел еркіндігін қолдан берген күн бе, әлде қоғамның саулығын қамтамасыз етіп отырған көрінбес рухани мотор ма? Мынадай мысалға мән беріңіз. Отбасы қиындығын арқаламайтын салт басты, сабау, қамшы, сүр бойдақ еркін қыдырып, қызық қуғанды ермек етеді. Кейбірі көлге барып, тауға барып, шаңғы теуіп демалғанды ұнатады. Бірақ олардың қызығын қамтамасыз ету үшін құтқарушылардың тұтас бір бригадасы кезекшілікте тұрады. Олар оқыс оқиғаның алдын алып, қауіпсіздік шарасын қамтамасыз етеді. Кейде боран тұрып, қар көшеді. Біреудің аяғы сынады, енді бірі адасып кетеді, ондайда дереу дабыл қағады. Бригада тауда адасқан пақырды құтқару үшін жарғақ құлағы жастыққа тимейді. Құтқару операциясы біткенше үй бетін көрмейді. Аяғы сынып, сайдың ішінде қалған бейшараны қауіпсіз аймаққа алып шыққанша отрядтың өзін жартылай үсік шалып қатер төнеді.
Операция толық аяқталған соң құтқарушылар отбасына оралады. 15 күн үй көрмеген отағасы арып ашып ошақ басына жетіп жығылады. Құтқарушы батырды үйдегі әйелі қарсы алады. Орысша семейный уют деген осыдан шыққан. Мұндай жігіттер үңгірге зорға жетіп жығылған баяғы аңшыны еске салады. Қаһарман еріне қызмет етуден ләззат алатын әйелдер екі білегін сыбанып бар жағдайын жасайды. Дәл сол сәтте ол әйелді біреуге күн болып жүрмін деген қорлық сезімі билемейді. Керісінше күйеуінің арқасында тірі қалған адамның амандығы оған да шабыт сыйлайды. Сөз түйіні мынау. Әу баста тауға қызығы үшін қыдырып барған сүр бойдақ ерін күткен әйелдің қызметін пайдаланады. Қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін полиция, әскер, дәрігер, өрт сөндіруші ерлер барлығы берекелі отбасы мен адал жардың күтіміне тәуелді. Ер адам объективті бір идея үшін өмір сүрсе, қаһармандық қырлары қашалып, тұлғалана түседі. Әйел заты қаһарман еріне қызмет еткенде өмірге құштарлығы артады. Отбасы да берекелі шаңыраққа айналады. Көп жағдайда бұл үйлесімді еріншек еркек бұзады. Бәріне шабыт сыйлаушы қаһарман диван үстінде домаланып жатып алғанда, отбасына мән арқылы кіретін берекенің каналдары жабылады. Жауапкершілік алмайтын еркектер әйелдің тегін қызметін теріс мақсатта пайдаланады. Осы сәтте ғана қыз келіншек өзін күн сияқты сезінеді. Тоғышар күйеуі сағаттап футбол көреді. Қала берді букмекерлік конторада спорт түріне ақша тігіп азартқа кіреді. Ситуация шеттен шыққан ақымақ еркектер казиноға отбасының бүкіл байлығын салып жібереді. Ондай кезде отбасы мәннен жұрдай болып, тараудан басқа жол қалмайды. Отбасы институтының тағы бір мәні мынау. Ақылды әйел қаһарман азаматты туу үшін жаралған. Ер азамат әлемді өзгерту үшін жаралған дегенде тәмсіл бар. Отбасы болмаса, елдің бағына туар азамат қайдан шығады? Әйелдің бір міндеті бала табу. Бала табудың мәні не? Оның мәні әлемге хикмет дарытушы, ғаламдық идеяларды арқалаушы, оны келесі буынға жеткеруші қайраткер ұландар тізбегін үзбеу. Әр атана ұрпағым өзімнен асып туса екен деп армандайды. Көп балалы болудың да мәні сонда жатыр. Ең болмаса бір балам топты жарып шығар деген үміт стимул болып тұрады. Оның мысалы классикалық танымда былай. Арыстаннан алтау тумай ма? Арыстаннан туған алтаудың біреуі абдан болмай ма? Бөріден алтау тумай ма? Бөріден туған алтаудың біреуі арлан болмай ма? Тұлпардан алтау тумай ма? Тұлпардан туған алтаудың біреуі тарлан болмай ма? Атадан алтау тумай ма? Атадан туған алтаудың біреуінде арман болмай ма? Арманы бар біреуі ата жолын қумай ма? Еліне қорған болмай ма? Ата жолын қуады, елге қорған болады деген сөздің өзі отбасы құрудың мәнін ашықтап тұр. Ер азамат өзі қаһарман бола алмай қалған жағдайда қаһарман ердің дүниеге келуіне мүмкіндік жасайды. Осы арқылы өзін трансценденция жасап өмірдің мәнін таба алады.